Қадір түні қашан? Ұйықтамау шарт па дейді. Қадір түні ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның риуаятын айтқан сөзінде келгенде соңғы 10 күндіктен іздендір деп. Біз білуіміз қажет, Алла тағала Қадір түнді осы соңғы 10 күндіктің біріне жасырып қойғандығы, ол бүкіл адамзат үшін Алла тағала бір даналықпен істеді. Әйтпесе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға уахи жіберіп, ашықтап, айқындап айтып қойса да болатын еді. Бұл дегені үмметтің жалпы қияметке дейін келетін адамзат ғибадатта селқостық немесе немқұрайлықпен болмау үшін осы 10 күннің бірінде, соңғы 10 күннің бірінде табылатындығы белгілі болды. Одан бізге білінеді, адам қашанда бір түнде ғана Қадір түн болатынын егерде біліп қалса, сол күні ғана ол ғибадатын жасайды, дұғасын жасайды, басқа күні ол ғибадат жасамайды. Сондай болмау үшін соңғы 10 күндіктің ішінде іздеу бізге бұйырылды. Айша анамыздан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан қашанда соңғы 10 күндік келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам белін буып 10 күн бойы түндерде ғибадат қылып шығатын еді. Енді ол жерде ұйықтамау шарт деген нәрсе жоқ, бірақ ұйықтамаған абзал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соңғы 10 күндерде Айша анамызды отбастарын оятып отыратын. Яғни оларды ары қарай дұғасын қылу үшін. Бұл Қадір түні егерде осы түннің біріне тұс келіп қалатын болса, оның дұғалар қабыл болады. Тағдырларды өзгертіп алуға мүмкіндік берілетін, дұға жасап алатын, бұл Алла тағаладан берілген сыйлық. Және де осы түні көп намаз, көп Құран, және де Алла тағаладан болашақтағы дүние ақыреттегі жақсылықтарды сұрап алатын уақыт болып саналады.